Сағинаның анасы Маржан туралы Асанәлі Әшімов былай дейді. Үшінші әйеліммен Сагина қызымның анасымен неке мәжбүрлікпен болды. Менің қарт анама күтім керек болды. Кейін достарым Маржанды көріп, үйлен, ол жан тәнімен түрімен де Майраға ұқсайды деп көндіре бастады. Солай болды, бар және болады. Ер адамдар қанша жаста болса да әрқашан жас және әдемі әйелдерді жақсы көреді. Бірақ мен отбасының мықты болуы үшін әйелі күйеуін көбірек жақсы көруі керек екендігіне сенімдімін. Егер керісінше болса, бақытсыздықты күтіңіз. Мұндай ерлі-зайыптылардан мықты отбасы шықпайды дейді. Бағдат Әшімованың айтуынша, бүгінде Асанәлі Әшімовтың алдыңғы некесінен туған Сағина есімді қызы олармен бірге тұрады. Мен табалдырықты аттаған кезде Сағидың ұлы мен қызы 5 жаста болатын. Қазір ол балалар 20-дан асты. Келген кезде аңсарды да, қызды да жақсы көрдім. Мектебіне, балабақшасына барамын. Сол балаларға деген аналық сезімім оянды. Өмірге Асёка келгенде солар өсірді. Қазір аңсар екеуінің бір-біріне деген қарым-қатынасы, бауырмалдығы өте жоғары. Қазір енді 5 немереміз, 2 шөбереміз бар. Ал енді Сағина қызымыз 2 жылдан асты қолымызда. Былтыр 16-ға толған кезде туған туыстарды жинап, елге таныстырдық. Асекеңнің қаны Әшімовтың ұрпағы ғой. Балалардың бәрін жақсы көремін. Олар да мені әжека деп отырады деген Бағдат Әшімова Сағинаның анасымен де араласып тұратын атап өтті. Айтуынша, 16 жастағы бойжеткеннің анасы бүгінде Астанада тұрады. Ал өз анасы бола тұра қыздың өздерімен бірге тұрып жатқанына Әшімова былай деп түсіндірді. Біз солай шештік, қыздың жүрегі нәзік қой, әкесінің үлкен адам екенін біледі. Соны сезінсін дедік. 2 бала қос қанатымыз болсын деп Асекең екеуміз бірге шештік деді ол.